Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгінгі видеода калонгуя гүлі жайлы айта кетейін. Калонгуя гүлі шырынды өсімдік, сондықтан оны күтіп ұстау өте оңай. Калонгуя гүліне күтім жасау үшін мыналарды ескеру қажет. Суғару. Калонгуя гүлі аз суаруды қажет ететін өсімдік. Жазда аптасына 1-2 рет, қыста 15 күнде 1 рет суғару жеткілікті. Суғару кезінде кастрюльдің төменгі тесіктеріне су шыққанша суғару керек. Қалған суларын төгіп тастау керек. Күн сәулесі. Калонгуя гүлі жартылай көлеңкелі жерлерде өседі. Дегенімен гүлдену үшін тікелей күн сәулесі қажет. Калонгуя гүлін күн сәулесі түсетін жерге қоюға болады. Топырақ. Калонгуя гүлін өткізгіш топырақтар өсіру керек. Топырақты дайындау кезінде шымтезек, құм және перлит қоспасын қолдануға болады. Ұрықтануы. Калонгуя гүлі аз ұрықтандыруды қажет ететін өсімдік. Көктемде және жаз айларында 1 рет сұйық тыңайтқыш беруге болады. Калонгуя гүлінің бағасы өсімдік түрінде, көлемінен, гүлдің түсіне және сатылатын жеріне байланысты өзгереді. Калонгуя гүліне күтім жасау үшін қарастырылатын нәрселерді төмендегідей қорытындылауға болады. Суы аз, оны жартылай көлеңкелі жерде сақтаңыз. Су өткізгіш топырақты өсіріңіз. Көктемде және жазда айына 1 рет ұрықтандыруға болады. Калонгуя гүлі күтім оңай және төзімді өсімдік. Сондықтан оны үйлер мен кеңселер сияқты жерлерде оңай өсіруге болады. Құрғақ ауаға төзімді, су бүркеуді қажет етпейді. Дегенмен де жапырақтарын тазарту мақсатында су бүркіп, шаңдарын кетіруге болады. Қоректендірілуі. Көктем-жаз айларында кірпігүлге арналған тыңайтқышпен айына 1 рет қоректендіруге болады. Аурулар. Ауруға көп шалдықпайды. Тым көп су құйылған жағдайда тамыры шіріп кетуі мүмкін. Көбейтілуі. Калонгуя өте оңай көбейтілетін бөлме гүліне жатады. Жапырақ, қалемше және жанама өскіндері арқылы көбейтіледі. Калонгуя жасаңшөп тұқымдасына жататын көп жылдық жақсы гүлдейтін шөптесін өсімдік. Өсімдіктің емдік қасиеттеріне байланысты оны халық арасында дәрігер өмір гүлі деп те атайды. Оның емдік қасиетімен бірге ауа тазарту қасиеті де өте жоғары. Ол ауадағы зиянды микробтарды жоюмен бірге антивирустық пәрмені бар өсімдік. Таралған аймақтары оңтүстік Американың, оңтүстік Американың тропиктік аудандарында, оңтүстік шығыста таралған. 200-ге жуық түрі белгілі. Ал оның 30-ға жуық түрі мен сұрпы үй жағдайында өсіріліп келеді. Өсімдіктің жапырақтары түріне қарай жалпақ, етті, жиектері ирек болып келеді. Гүлдері қоңырау себет тәріздес, ұзындығы 30 см. Гүл сабаққа шоғырланған, дұрыс күтім жасалса, жыл бойы гүлдейді. Ендігі кезекте мен сіздерге үйде янтарный кислотаны гүлдерге қалай қолданатын әдісті көрсете кетейін. Үйде гүлдеріміз жапырақтар сарғайып немесе өсуін тоқтатқан жағдайда янтарный кислотаның 4 штугын алып, 4 таблеткасын қасықпен жақсылап езіп, 1 стакан жылы суға араластырып, өсуін тоқтатқан гүлдерге құйып шығамыз аз-аздан. Аптасына 1 рет құйып шықсаңыздар болады. Өте керемет әдіс әрі қолжетімді. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода гүлдерді қалай баптаймыз, қалай өсіреміз, сол туралы айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.